Баршаларыңызға қайырлы күн. Біздің каналымыздың көрермендері. Бізде өмірде мынандай жағдайлар болып тұрады ғой. Кейде шаруамыз жүрмей жатады, естіп жатамыз кейде. Кәсібім жүрмей жатыр, бір шаруа істеп едім, сол жүрмей жатыр, не істесем болады деген әңгіме кейде естиміз да. Немесе өзіміздің де жағдайымызда болады. Сондай кезде адам ең бірінші қазір айтылатын әңгіме дейді, бизнесіңді қара, бизнесіңді жүйеле дейміз ғой. Реклама жібер, үйт, бизнесіңді өйстіп жасау керек, соның жолдарын үйрете бастаймыз. Жоқ, ең бірінші адам мәселе ода емес екен, ең бірінші 4 нәрсеге байланысты екен да. Адам бірінші біз өзімізді жүйелеуіміз керек та. Адамдың бизнесінен бұрын, кәсібінен бұрын, іс-әрекетінен бұрын адам өз-өзін жүйелеу керек. Біздің кейде ішкі жан дүниеміз жүйеленбегендіктен, іс-әрекетіміз жүйеленбегендіктен, кейде іс-әрекетіміз, шаруаларымыз жүрмей жатады да. Ең бірінші рухани дейміз ғой. Яғни Алламен байланысымыз қалай біздің? Соған мән беру керекпіз да, қарауымыз керек. Мүмкін біз өтірік айтып жүрген шығармыз. Мүмкін біз уәде беріп, уәдеде тұрмайтын шығармыз. Немесе біздер біреудің сыртынан әңгіме айтып жүрген шығармыз, ғайбат айтып жүрген шығармыз, бір күнәлі іс жасап жүрген шығармыз, бір күнәдан өзімізді тыймай жүрген шығармыз. Сол себептен біздің іс-әрекетіміз берекесіз болуы мүмкін. Өйткені біз білеміз, біздің дінімізде де ол туралы айтылады. Адамның жасаған күнәлары адамның ризығының, несібесінің кемуіне алып келеді да. Кейде сондай жағдай болуы мүмкін. Яғни бұл бірінші рухани. Екінші отбасы. Яғни біздің бала-шағамызбен, отбасымызбен, ата-анамызбен, әйелімізбен қарым-қатынасымыз қалай? Осыған мән беру керек. Егер сіз әйел адам болсаңыз, мүмкін сіз күйеуіңіздің разылығын алмай жүрген шығарсыз. Күйеуіңіз сіздің жасап жүрген кәсібіңізге, ісіңізге разы емес шығар. Егер отағасы, күйеуі разы болмаса, ол кәсіптің берекеті болмайды да, негізінен. Сіз егерде ер адам болсаңыз, әйеліңізге өзіңіздің қамқорлығыңызды жасамай жүрген шығарсыз, қатты болып жүрген шығарсыз. Немесе балаңызға мейірім, махаббатыңызды бермей жүрген шығарсыз, көңіл бөлмей жүрген шығарсыз. Өйткені адам қанша жұмыс, тіршілік жасап жүргенімен келіп қайтып келетіні өзінің отбасы да, жанұясы. Сол жанұясындағы адамдармен қарым-қатынасы дұрыс болмайтын болса, оның кәсібінің де, іс-әрекетінің де берекеті кете бастайды. Бұл екінші мәселе. Үшінші, біздің тұлғалық дейміз ғой, адамның өзімен байланысы дұрыс болу керек. Ол не нәрсе? Біздің, яғни өз-өзімізге қарау. Біз кейде сондаймыз да, ер адамдар әсіресе, біз өзімізден гөрі кейде өзіміздің көлігімізді қатты жақсы көруіміз мүмкін. Соған көңіл бөліп, соны жаңағыдай жуып, сүртіп, бір жерге кетсе соны жасатып, бірақ дәл сондай қарым-қатынасты өзімізге жасамаймыз, денсаулығымызға қарамаймыз да. Қалай болса солай неше түрлі тамақтарды жей береміз, неше түрлі сусындарды, неше түрлі газдалған сусындарды, зиян тамақтарды жей береміз да, қалай болса солай. Міне, біздің яғни өзімізбен қарым-қатынасымыз дұрыс болмағаннан, немесе біздер жаңа өзіміздің көлігімізге салыстыратын болсақ, көлігіңізді сіз күннің көзіне қоймайсыз да, жуып, сүртіп, кіргізіп қоясыз. Гаражға, жылы жерге қыста, түнімен оталдырып қоймайсыз. Бірақ денсаулыққа өйтіп қарамаймыз да, қалай болса солай жүре береміз. Түнімен ұйықтамай не істейміз? Телефонда отырамыз. Немесе неше түрлі керек емес заттар қараймыз. Өзіміздің денсаулығымызға зиян келтіреміз да. Уақытымен жатпаймыз, уақытымен тұрмаймыз, спортпен айналыспаймыз. Міне бұл үшінші жағдай, яғни адамның тұлғалық, яғни өзімен қарым-қатынасы дұрыс болу. Төртінші мәселе бұл енді бизнес, кәсіп. Кәсібіңізді дұрыс жүйелеп, дұрыс жаңағы өзінің әртүрлі кәсіптің өзінің жүргізу жолдары бар. Соған сай білетін адамдармен ақылдасып, білетін мамандармен жұмыс жасасаңыз, ол кәсібіңіз, ол ісіңіз жүре бастайды. Сондықтан біз кәсіпті жүйелеместен бұрын біз өз-өзімізді жүйелеуіміз керекпіз да. Өзіміздің жан-жағымыздағы адамдармен, өзімізбен, қоғаммен байланысымызды қарауымыз керекпіз. Жүрегімізде үңілуіміз керекпіз. Егер де біз осының бәрін мықты дұрыс жасайтын болсақ, біздің кәсібіміз жүрмейді емес жүреді. Ісіміз де берекелі болады. Міне сондықтан осы нәрсеге мән беруіміз керек, осындай нәрселерді қарауымыз керек.